Ойдың иісі. Авторы Роберт Шекли. Аударған Тұрар Жалмұхамед. Оқыған Айгерім Батырқожа. Лерой Кливи өзінің пошта ұшақ 243 атты ғарыш кемесінің елеулі ақауларын пайғамбар бұрыштығындағы игерілмеген жұлдыздар шоғырында ұшып келе жатқанда сезді. Жұлдызаралық пошташының дағдылы тауқыметтері Леройды бұрыннан қапы қалдыратын. Ескі кеме, тозған құбырлар, түзетілмеген астронавигациялық құралдар. Енді қазір ол бағыт көрсеткіштерін санап отырып, кенеттен ғарыш кемесінің ішінде адам төзгісіз ыстық басталғанын байқады. Ол ауыр күрсініп, салқындату жүйесін қосты. Базамен байланысты. Пошта меңгерушісінің дауысы алыс радио байланыс арнасы арқылы әрең-әрең естілді. Арадағы алуан статикалық сейілулер оған кедергі жасаған болуы керек. Тағы ақыларыма, Кливи? Пошта меңгерушісі бұл сұрағымен жағдайдың бәрін алдын ала өзі біліп тұрғанын білдірді. Ия, қалай айтсам екен? Кливидің жауабында мысқыл сезілді. Бәрі де жақсы. Құбыр құралдарды, сымдарды, түпке жеткен оқшалау материалдарды және салқындату жүйесін санамағанда. Шынымен қиын болды-ау, деді пошта меңгерушісі жанашырлық танытып. Жағдайыңды түсінемін. Кливи пошта меңгерушісіне бағынышты адам ретінде өзінің жағдайын толық жеткізгеніне қатты күмәнданып, салқындату реттеу үшін шегіне дейін бұрады. Көзін қаптап құйыла бастаған терді сүртті. Мен емес пе, бізді жаңа кемелермен қамтамасыз ету туралы үкіметке сан рет өтініш білдірген. Пошта меңгерушісі көңілсіз күлді. Бірақ олар шынымен сәлемдемелерді кез келген себеппен тасуға болатындай көреді. Дәл қазіргі сәтте Кливи пошта меңгерушісінің мысқылын орынсыз деп тапты. Салқындату қондырғысы бүкіл қуатымен істеп тұрса да, кемедегі ыстық басылмады. Қабылдағыштың қасынан алыс кетпеңіз, деп өтінген соң, Кливи ыстық соғып тұрған кеменің артқы жағына барды. Жағдай қуантарлық емес екен. 3 резервуардың ішіндегі жанғыш зат қызудан көпіршіктеніп, шлаққа айналып кетіпті. 4-ші резервуардағы жанғыш затта осы метаморфозаны кешу үстінде екен. Кливи резервуарларға бір сәт сасқан түрімен қарап тұрды. Содан кейін рацияға ұмтылды. Эфирге хабар жіберді. Жанғыш қалмады. Каталитикалық реакция орын алған сияқты. Айтып едім ғой мен сендерге, жаңа резервуарлар қажет деп. Енді бірінші кездескен оттегі планетасына қонуға мәжбүр болдым. Апат анықтамалығын қолына алып, ол оның беттерін парақтауға кірісті. Бірақ пайғамбар бұрыштығындағы жұлдыз кептелістері бөлімінен адам мекендеген планеталар туралы ешқандай мәлімет таба алмады. Сондықтан ғарыш картасынан оттегі бар әлемдерді іздеді. Оттегі. Жақсы, бірақ басқа не бар бұл әлемдерде? Кливи бұл сұраққа жақын арада жауап алуға үміттенді. Әрине, егер өзінің ғарыш кемесі сол сәтке дейін күл талқаны шығып шашылмаса. 3М22-ге қонуға тырсам, деп бақырды ол күшейген сейілдерден басым дауыспен. Сәлемдемелерге жақсылап қара. Пошта меңгерушісінің созылыңқы айқайы анық естілді. Мен саған дереу кеме жіберемін. Кливи сәлемдемелерді не істейтінін сұрады. Бүкіл 20 фунт сәлемдемемен? Бірақ пошта меңгерушісі бұл сөздерді естіп үлгермеді. Бұл сәтте ол өзінің радио қабылдағышын өшіріп тастаған болатын. Кливидің 3М22-ге қонуы қол тигізбестей қызған құралдарды, бүріскен құбырларды, арқадағы қозғалысына кедергі жасайтын пошта сөмкесін санамағанда өте сәтті өтеді деген үміт бар еді. Бірақ пошта ұшақ 243 атмосфераға аққудай қалқып кіргеннен соң 20 фут биіктіктен тастай төмен зымырап планетаға құлады. Кливи есін жоғалтпауға барынша тырысып бақты. Қосалқы люктен ауып түскенде, ол кеменің бүйірлері қою қызыл түсті болып кеткенін байқады. Пошта сөмкесі бұрынғыша арқасында бекітіліп тұр екен. Жабық көздерін әрең ашып, ол теңселіп 100 ярдтай жүгірді. Кеменің жарылыс толқыны Кливиді аударып жықты. Ол қайта тұрды.
бір-екі адым жасады да есін жоғалтты. Есін жиған соң, ол өзінің бір шағын төмпешіктің баурайында, етпетінен биік шөптердің ішінде жатқанын сезді. Сөзбен жеткізе алмайтын естен тану деген құбылыс осы екен-ау, деген ой келді. Осы сәтте оған оның ақылы өз денесінен тыс ауада ұшып жүргендей болып көрінді. Бүкіл сезімдері, қорқыныш күмәндары денесінде қалыпты, ал ой санасы бостандықта. Ол айналасына қарады. Жанынан тиінге ұқсас қою жасыл түсті бір жануар жүгіріп өтті. Бір байқағаны, әлгі жануардың көзі де құлағы да жоқ екен. Ол оған таңданған жоқ, керісінше өте орынды деп түйіндеді. Тиінге көз бен құлақтың қажеті не? Әлемнің кемшіліктерін көру үшін бе? Немесе ауырсынған айқайын есту үшін бе? Осы сәтте Кливидің назары басқа нәрсеге ауды. Ірі, қасқыр пішінді жануарға. Оның да түсі жасыл екен. Бұл не? Параллельді эволюция ма? Тіпті солай-ақ бола қойсын, бірақ бұл дүниеде одан ештеңе өзгермейтін сияқты, деп Кливи өз ойын қорытындылады. Қасқыр секілді жануардың да көз бен құлағы жоқ болып шықты. Бірақ аузында екі қатарлы мықты азу тістері жылтырап көрінді. Кливи жануарды енжарлана бақылады. Еркін санаға кездейсоқ қасқырлар мен тиіндердің не керегі бар? Тіпті олар тас соқыр болса да. Қасқыр мен тиіннің арасында 5 футтай қалғанда, тиін кенеттен орнында қимылсыз қатып қалды. Ал қасқыр болса, ақырындап тиінге жақындап келеді. 3 фут қалғанда, ол оның ізін, дәлірек айтқанда иісін жоғалтқандай болды. Басын шайқап, құрбанының қасында ары-бері теңселе жүрді. Содан соң тіке жүрді. Бірақ теріс бағытта. Соқыр-соқырды аңдыдау, деп Кливи өз-өзінен үн қатты. Оған бұл сөздер терең мағыналы, мәңгілік ақиқаттай көрінді. Кенеттен тиіннің бойын ұсақ діріл биледі. Сол-ақ екен, қасқыр оны бас салып бір сәтте жеп қойды. Кливи, мына қасқырдың тісі сондай үлкен екен, деп немқұрайлы таңданды. Сол сәтте көзсіз қасқыр бұған кілт бұрылды. Енді маған кез келді. Бұл планетада бірінші желінген адам мен боламын, деп Кливи өз тағдырына мысқылмен қарауға күш тапты. Әлгі қасқыр қақ алдында келген кезде Кливи тағы да есінен танып қалды. Есін кешке жинады. Көлеңкелер ұзарып, күннің жүзі көкжиектің арғы жағына бата бастаған кез еді. Ақырын көтеріліп отырғаннан кейін, Кливи аяқ қолын кезекпен бүгіп тексергендей болды. Еш жері зақымданбаған. Әлсіздіктен теңселіп, бір тізесіне сүйенді. Тұрды. Өзінің басынан кешкен оқиғаларды толық есіне алды. Есіне апат түсті. Бірақ сол апат осыдан 1000 жыл бұрын өткендей болып көрінді. Жанған кемеден алшақтап қашқаны, есінен танғаны, қасқыр мен тиінді кезіктіргені. Кливи теңселген жүріспен 1-2 адым жасады. Жан-жағына қарады. Шамасы басынан өткен оқиғаның соңғы бөлігі маған елестеген ғой. Әйтпесе қасқыр мені тірі қалдырар ма еді? Деген ой оны қатты мазалады. Бір кезде аяғының астына қарап еді, шошып кетті. Тиіннің шұбатылған жап-жасыл құйрығы жатыр екен. Ал сәл әріде оның басы да жатыр екен. Безгек дірілін баса алмай, ол шашыраған ойын жиюға тырысты. Шынында да әлгі өте аш қасқыр бұл жерде болған қой. Онда мұнда қандай оқиға орын алды? Неге? Бұл сұрақтарға құтқарушылар келгенше жауап таппаса, өзінің сақтығына ешқандай кепіл бере алмайтынына Кливидің көзі әбден жетті. Жануарлар көз құлақтан жұрдай болатын. Соған қарамастан, олар бір-бірін жақсы сезді. Қасқыр тиінді аңдыды. Қалай? Иіс арқылы ма? Олай болса неге оның бұл әрекеті сенімсіздеу болып көрінді? Күтпестен жай шыққан ырылдың дыбыс естілді. Кливи басын бұрды. 50 футтай аралықта бір пантераға ұқсас жасыл қоңыр түсті жаратылыстың тұрғанын көрді. Көз құлағы жоқ екенін байқады. Сайтан алғыр, хайуанхана! Таңданудан жалыққан Кливи қалың шөптің ішіне тығылды.
Бөтен планета оны әбден шаршатты. Есін жиып, ой санасын орнықтыруға мұрша бермеді. Мұндағы тіршілік иелері кез келген нәрсені локация арқылы анықтайтынына Кливидің көзі әбден жетті. Шамасы, сондықтан бұлар көзбен көруді мүлде қажет етпейді, деп ойлады ол. Кенеттен пантера Кливидің бағына теңселе басып алшақтады. Енді құдайым тар жолда мына пантера мен... Кливидің ойы пантера деген сөзге тірелгенде, әлгі тас керең жыртқыш жүрісін тоқтатып, бұған қарай басын бұрды. Не істеп қойдым? Кливи бұл сұрағына қанағаттандырарлық жауап таба алмады. Бұл мақұлық иісімді сезбейтінін, бейнемді көрмейтінін және шығарған дыбысымды естімейтінін біле тұра, мен онымен енді кездескім келмейтінімді тек іште ғана қорытындыладым. Осы арада пантера өлшенген қадаммен Кливиге қарай бағыттады. Міне ғажап, құлақ көзден жұрдай болған жануар төңірегіндегі өзгелерді тек бір амалмен ғана сезеді екен. Демек, телепатиялық амалмен. Өзінің теориясын тексеру мақсатымен Кливи ішінен еріксіз пантера деген сөзді айтып жіберді. Сол-ақ екен, пантера қаһарлы өкіруін күшейтті. Сонымен қатар аралықты недәуір қысқартуға ынтасын білдірді. Осы 1 секундқа да жетпейтін уақыттың ішінде Кливидің санасы көп нәрсені ұғып үлгерді. Қасқыр телепатия арқылы тиінді аңдаған екен. Тиін кішкентай миын тоқтатып тастау үшін орнында қимылсыз қатып қалған. Қасқыр бір сәтке оның ізін жоғалтып алды. Оған себеп болған әлгі тежеленген тиіннің миы. Кливиге енді жетті. Міне, неліктен қасқырдың оған шабуылдамағаны. Ол дәл сол кезде ессіз жатқан еді. Ал ессіз ағзаның ойлауға деген қабілеті жоғалады. Тіпті толық жоғалмағанның өзінде оның ой толқындарының ұзындығы қасқырдың қабылдау ұзындығына мүлде сәйкес келмейді. Бірақ бұл болжамның дұрыстығына кім кепіл береді? Ендігі негізгі мәселе пантера. Ол тағы да өкіре бастады. Пантера мен Кливидің арасындағы 30 футтай ара қашықтық тез қысқара бастады. Бастысы, оны ойға алмау керек. Кливи өз-өзіне нұсқау бергендей болды. Мүлде басқа бірдеңені ойлаған дұрыс. Мүмкін сонда ғана ол ізін жоғалтар. Бүкіл өзі танитын қыздарды есіне түсіріп, Кливи оларды таспиқтағы моншақтардай санады. Пантера тоқтады. Күмәнданып, жерді тырнады. Кливи ойларын жалғастырды. Қыздар, ғарыш кемелер, ғаламшарлар, қайтадан қыздар бәрін есіне түсірді. Пантерадан басқа. Осы сәтте пантера тағы да аралықты 5 футтай қысқартты. Сайтан алғыр! Кливи сан соқты. Қалай бастан шықпайтын жабысқақ бірдеңелерден құтылуға болады? Міне ғажап! Безгек дірілмен сен тастарды, адамдарды, жартастарды, табиғаттың көріністерін, түрлі заттарды ойлауға тырысасың. Ал ақылың ығырыңды шығарып, сені жаңағы деген ұғымға қайтарады. Сен мұны тағы да маңына жолатпай, ойыңды марқым болған керемет әжеңнің, тіпті қайдағы бір кәрі маскүнемнің төңірегінде шоғырландырасың. Немесе ішіңнен оң аяғындағы көгерген жарақаттарды санауға кірісесің. Қанша екен? 8 сияқты. Қайтадан санайсың. Сол бұрынғыша 8. Көзіңді ашып п-ны көруге мәжбүр боласың. Бірақ оны мойындамайсың. Ал ол болса ақырындап жақындауын қояр емес. Бірдеңені ойламауға тырысу жалаң қолмен алуан көшкінді тоқтатам деген әрекетке тең. Адамның ақылы салтанатсыз саналы тежелуге оңай көнбейтінін Кливи анық түсінді. Ол үшін уақыт және тәжірибе керек. Кливиге енді П жөнінде ойламауды үйренуге 15 футтай аралық қалды. Қалай болғанда да карта ойындары, сауық кештері, иттер, мысықтар, жылқылар, қасқырлар, жоғалыңдар, қойлар туралы ойлауға болады ғой. Оның үстіне көгерген жарақаттар, сауыт кемелері, үңгірлер, аю апандары, түрлік төлдер, сақтан тағы бар. Ал панегирик, эмпирик, мазурик, клирик, лирик, трагик 8 футтай қалды. Түскі тамақ, филе, миньон, шегіргүл, құрма жемісі, үкі, торайлар, таяқтар, пальто және сияқты ұғымдарды ойлауға кім тыйым салды? Пантераға Кливиге қарай секіруіне 5 футтай аралық қалды. Енді ол өзінің тыйым салған ойларын қууға мүлде шамасы келмеді.
Кенеттен қорқыныш үстінде оған ұрғашы пантера деген ой келді. Пантера сол ширақы секіруге дайын түрімен күмәндана тұмсығын көтерді. Клеви бүкіл көңілін әлгі өзінің ұрғашы пантера деген ойына шоғырландырды. Ол шынымен ұрғашы пантера. Ал мына оны қорқытқан еркегіне не керек? Шамасы ол өзінің ұрғашының төлдерін, жылы апан ұясын, тиімді аңдығанның тартымдылығын есіне түсірді. Пантера ақырын жақындай келіп Клевиге сүйкенді. Ал Клеви болса осы сәтте үмітсіздікпен керемет болып қалыптасқан ауа райына таңданып тұрған. Мына пантера деген жігіт қандай сүйкімді, тіпті оның әсерлі үлкендігі, күші, зор түстері кез келгенді масаттандырады. Еркек пантера пырылдай бастады. Кішкене ұйықтап тынығайын деген шешімге келіп, Клеви пантераны ойындағы қиялды құйрығымен орап жата кетті. Пантера жасқаншақтық танытып қасында тұрды. Сірә жағдайдың онша оңды емес екенін білген ғой. Содан кейін кеңірдегінен ақырысқа ұқсас дыбыс шығарып аулақ жөнелді. Күн батты, төңірек бозарып, өңін жоғалта бастады. Оқыстан Клеви бір басқарылмайтын қалтырауға душар болды. Бұл күйі қазір оны тоқтай алмайтын ду күлкіге батыратынын сезді. Бірақ пантера дәл кезінде кете қойды. Егерде тағы да бір секундқа кідірген жағдайда, ол әрең дегенде өзін қолға алды. Шындап ойланды. Бәлкім, әрбір жануардың ой иісі ерекше, тек өзіне ғана тән болатын шығар. Мысалы, тиіндікі өзінше, қасқырдікі кісінікіне қарағанда мүлде басқаша. Ендігі сұрақ Клевиді тек бір жануарды, қандай да болсын, ойлап тұрған кезінде аңдып табуға бола ма? Әлде ол өз ойын хош иісті нәрсені сияқты ештеңені ойламаса да сездіртіп қоя ма? Пантера Клевиді таяуда ғана сезіп қойды. Сірә дәл сол сәтте Клеви мұны ойлап тұрған ғой. Бірақ бұл оқиғаның жаңа сипаттамасы бар. Клевидің сондағы бөтен иісті ойы мұны жаңылыстырып жіберу әбден мүмкін еді. Сондықтан күтейік, көрейік. Пантера топас емес. Әншейін мұндай зәрлі әзілді ол бұрын соңды басынан кешкен емес. Демек кез келген әзіл бірінші рет қана сәтті және орынды бола алады. Бір-ақ рет. Клеви шалқасынан жатып аспанға қарады. Шаршағаннан қимылдауға шамасы келмеді. Қанталаған денесі де сыздауын қоймады. Түнде оны не күтіп тұр? Аңдар қауіп төндіре ме? Әлде түнде қандай да бір бітім орнаған ба? Бұл сұрақтарды Клеви мүлде елемеді. Бәрінде сайтан алсын. Бүкіл арыстандары мен, қасқырлары мен, тиіндері мен, жолбарыстары мен, солтүстік бұғылары мен қоса. Ол ұйқыға берілді. Таңертең ол өзінің әлі тірі екеніне таңданды. Әзірше бәрі жақсы. Тіпті шапағын шашқан күннің өзі де тек жақсылық әкелетіндей болып көрінді. Жарқын көңіл күйін жоғалтпауға тырысып, Клеви өзінің кемесіне қарай аяқ басты. Пошта ұшақ 243 өзінің балқып күйген сол баяғы топырағының үстінде жатыр екен. Клеви быт-шыты шыққан қалдықтар үймесінің ішінен темір шыбыққа ұқсас бір қалдықты тауып алып, белдігіндегі пошта сөмкесінің тұсына орнатты. Аса керемет қару емес, бірақ бастапқы батылдықты жоғалтпау үшін қажет, деп ойлады ол. Кеме қалыпқа келместей жағдайда екеніне Клевидің көзі жетті. Тамақ іздеп, ол апат болған жердің төңірегін кезді. Айналада жеміс бұталары көп өседі екен. Клеви біреуін таңдады. Бұрын соңды көрмеген жемісті жұлып алып, ақырын тістеді. Аздап ауыз қорады, бірақ өте дәмді екен. Тойғанша жеп, таяу шұңқырда ағып жатқан бұлақтың суын ішіп шөлін қандырды. Әзірше ешқандай аң Клевидің көзіне түсе қойған жоқ. Бірақ кім біледі, мүмкін қазір олар мұны қоршап алғалы жатқан шығар. Көңілсіз ойға алаңдамай, ол баспана іздеуге кірісті. Қазіргі жағдайда ең дұрысы тығылып қалып, құтқарушыларды күту. Тайпақ төмпешіктерді кешу нәтижесіз аяқталды. Жартасқа немесе үңгірге ұқсайтын ештеңе таба алмады. Бірақ мейірімді ландшафт Клевиге биіктігі 6 футтай бұталарын ұсынды.
Түске қарай оның діңкесі құрып, әбден еңсесі түсті. Үрейлене аспанға қараумен болды. Құтқарушылар қайда? Оның есебінше тез жүретін құтқарушы кеме 1-2 тәуліктің ішінде жетуі керек еді ғой. Егер пошта меңгерушісі планетаны дұрыс атап көрсетсе. Аспанда бір нәрсе жылт еткендей болды. Жүрегі дүрсілдеп тез соға бастады. Міне ғажайып көрініс. Оның үстінен алып қанаттарының арқасында өзін-өзі тепе-теңдікте ұстап бір құс қалқып өтті. Ол шұңқырға түсіп кететіндей төмен сүңгіді, бірақ тез қалпына келіп сенімді ұшуын жалғастырды. Әлгі құстың кәдімгі құзғынға ұқсастығы өте таңдандырды. Кливи қалтырақтап орнынан қозғалды. Оқыстан ол тағы да 4 соқыр қасқырға кезікті. Сонымен кем дегенде бір сұраққа жауап бар. Кливиді ойының ерекше иісінің арқасында аңдып табуға болады. Планетаның хайуандары келімсек оны жеуге болмайтындай жат емес деген тұжырымға келген сияқты. Қасқырлар ақырында бұған қарай өрмелеп келеді. Кливи тағы да жақында қолданған әдісін пайдаланғанды жөн көрді. Белдігінен темір таяқшасын суырып алып, ол өзін күшіктерін іздеген қаншық қасқыр деп елестетті. Джентльмендер, оларды табуға қайсыңыз көмектесесіңдер? Біреуі жасыл еді, екіншісі дақты, үшіншісі... Бірақ бұл жануарлар төлдерін дақты, жасыл деп айырмаушы еді ғой. Бір сәтке ойлана кетіп, Кливи бұны дер кезінде есіне түсірді. Сондықтан жыртқыштардың бірі аса немқұрайлықпен Кливиге қарай секірді. Кливи оны күткендей темір таяқпен оңдырмай соқты. Әлгі қасқыр тәлтіректеп шегінді. Бірақ 4 қасқыр жиналып иық тіресті. Шешуші шабуылға дайындалды. Кливи бұл дүниеде мен мүлде жоқпын деген үмітсіз ойға бөленуге тырысты. Нәтижесіз, қасқырлар табандылықпен жақындай берді. Кливи енді өзін бұлой қайдан келе қойған пантера деп елестетті. Иә, қасқырларды дәмді тамақтай көретін сланг пантера. Қасқырлар тоқтады, үрейлене құйрықтарын бұлаңдатты. Бірақ орныққан орындарынан шегіне қойған жоқ. Кливи ырылдады. Табандарымен жерді теуіп ілгері ұмтылды. Қасқырлар артына бұрылды. Тек ішіндегі ең озбыры ғана жып етіп Кливидің артына келді. Шабуылдарын нығайтуға тырысқан жыртқыштар қойылымға аса сенбеген сияқты. Шамасы пантераның рөлі аса дарынды ойналмаған ғой. Енді олар шегінбеді. Кливи қаһарлана ырылдады. Темір шоқпарын сермеді. Қасқырлардың біреуі оқтай атылып қашты. Ал артқа өтіп кеткені Кливиге секіріп аяғынан шалды. Қасқырлардың астында тарбаңдап жатып, Кливи шабыт қимасынан шыққан жаңа ойын іске асыруға тырысты. Ол енді өзін өте жылдам, улы тістері бар, өте қауіпті улы жылан деп елестетті. Қасқырлар дереу кейін шегінді. Кливи сүйексіз мойнын майыстырып пысылдады. Қасқырлар ашуланып тістерін ырситты, бірақ жаңа шабуылдан бас тартты. Осы сәтте Кливи қателесті. Оның ақыл санасы бұл тіресте тайсалмай қарсы тұрып, озбырлықты танытуды тіледі. Бірақ денесі керісінше істеді. Артқа бұрылып қаша жөнелді. Қасқырлар артынан іле-шала қуды. Кливи жоғары қарады. Аспанда құзғын құстар өрліп ұшып жүр екен. Олжаны сезген сыңайлы. Қасқырлар қалар емес. Аспанды қаптаған құзғындар Кливиге ой келтірді. Ғарышкерлер планетаның жоғарыдан қандай болып көрінетінін жақсы біледі. Сондықтан ол өзін іштей аспанда қалқып, ауа ағындарының арасында денесін тік ұстап ұшып жүрген кішкентай ғана құспын деп санады. Тіпті төмендегі шексіз кілем төселгендей жердің әдемілігін елестетіп бір таңданды. Қасқырлар абыршып састы. Олар бір орында топырлап, жоғары қарай дәрменсіз секіре бастады. Кливи шегінді, бірақ аспандағы қалқуын тоқтатпады. Керісінше, биікке өрлей берді. Ақырында қасқырлар көзден таса болды. Күн батып кеш болды. Кливи әбден қажыды. Ол тағы бір күн өмір сүрді. Бірақ барлық айла
Тек бір-ақ рет сәтті аяқталатыны бәріне мәлім. Ол ертең не істейді? Құтқарушы кеме келмесе. Кливидің ұйқысы қашты. Ол көпке дейін аспанға қарап жатты. Бірақ аспанда жұлдыздардан басқа ештеңе көрінбеді. Ал таяудағы қасқырлардың ұлыған дауысы мен аш пантераның ырылы тыйылар емес. Көзді ашып жұмғанша таң да атты. Кливи шаршаңқы сезіммен оянды. Ұйқы оған күш бермеген секілді. Ол орнынан тұруға асықпады. Ол бірдеңені күтті. Құтқарушылар қайда? Уақыттары жеткілікті еді ғой. Неге олар әлі жоқ? Егер де асықпайтын болса, пантера бұлай ойламау керек еді. Осы сәтте оң жақтан хайуанның ақырғаны естілді. Кливи көтеріліп әрірек тұрды. Тек қасқырлармен ғана ісім болсын. Бұл ойда орынды болған жоқ. Өйткені енді пантераның ақырысына қасқыр үйірінің ырылы қосылды. Кливи жыртқыштарды бірден көрді. Оң жақтағы орманнан сылаң жүріспен жасыл сары пантера шықты. Сол жақтан бірнеше қасқырдың сұлбасы көрінді. Хайуандар қазір бір-бірімен төбелеседі деп үміттенді. Егер солай болса, Кливиге сытылып қашып кетуіне мүмкіндік туар еді. Бірақ хайуандар тек келімсекке деген қызығушылығын білдірді. Өзара төбелескеннен не табады? Ал бүкіл қорқынышын, дәрменсіздігін айналасына таратқан Кливи міне алдарында. Пантера ілгері ұмтылды. Қасқырлар асықпады. Қашықтықты сақтап күтумен болды. Пантерадан қалған қалдыққа қанағаттанатынын жасырмады. Кливи іштей қайта құсқа айналды. Ұшты, бірақ пантера тоқтай қойған жоқ. Кливи төңірегінен өрмелеп шығып кететін ештеңе таба алмай, амалсыздан қасқырларға қарай шегінді. Шіркін, осы сәтте бір жартас, немесе лайықты ағаш болғанда ғой. Ал бұталар ше? Үмітсіздіктен туған әдісқойлығының арқасында Кливи енді 6 футтық бұтаға айналды. Бұтаның қалай ойлайтынын мүлде білмесе де, тура сол өсімдік болуына бүкіл күшін салды. Гүлдеді. Тіпті тамырларының бірі жақында өткен дауылдан кейін былқылдап, босап кеткенін де көрсетті. Жоқтан жақсы. Дәл қазір Кливи осы бұтадан артық басқа еш нәрсе ойлап таппады. Бұтағының шетімен Кливи қасқырлардың тоқтағанын көрді. Ал пантера болса, оны айнала жүргенін тоқтатпады. Қатты пысқырып жіберді. Ол басын бір жағына қарай қисайтты. Солай ма? Бұтақты тіспен сындыру оңай ма? Бұл әркімнің қолынан келе бермейтін іс. Сен мені басқа біреумен шатастырғансың ғой. Ал мен бар болғаны қарапайым бұтамын. Аузыңды жапыраққа толтырғың келе ме? Қалағаның сол болса, жей ғой. Тек тісіңді сындырып алма. Пантераның бұтаны жегенін қайдан көрдің? Кімнен естідің? Мен бұтамын. Менің анашымнан сұра. Ол да бұта. Біз бәріміз бұтамыз. Көне заманнан, сонау тас дәуірінен бері. Пантера шабуылдан бас тартқанын байқатты. Бірақ бір жола кетіп қалуға да асықпады. Кливи бұл жағдайға ұзақ төзетініне қатты күмәнданды. Ол енді нені ойлап, неге таңдану керек? Көктемнің әсемдігіне ме, жоқ, шашының арасында орнатылған шымшықтың ұясына ма? Кенеттен бір кішкентай ғана құс ұшып келіп, Кливидің иығына қонды. Қандай тамаша! Құсқа да мен әдеттегі бұтамын, деп ойлады ол. Шамасы бұтақтарыма ұясыны орнататын ниеті бар-ау. Өте тамаша. Басқа бұталар енді қызғаныштан жарылатын болды. Құс мойнын шоқып алды. Ақырын, өзің отырған бұтақты шаппа, деп Кливи іштей әлгі құсқа ұрысты. Бірақ құс бұтаның қаттылығын тексеріп, тағы бір шоқыды. Содан соң жарғақ табанына тұрып алып, Кливидің мойнын пневматикалық балғаның жылдамдығымен оя бастады. Қарғыс атқыр, тоқылдақ құс! Кливи ашуланды. Бірақ өзінің бұта болып қалыптасқан бейнесінен шықпауға тырысты. Пантера кенеттен тынышталды. Кливи мұны бірден байқады. Сыр бермеуге бар күшін салды. Бірақ тоқылдақ мойнын 15 рет шоқығанда шыдамы таусылды. Құсты ұстап алып, пантераға лақтырды. Пантера тісін сарт етті, бірақ ұстап үлгермеді.
Қорланған құс Кливидің басынан бір айналып шолып өтті де, пырылдап, басқа сенімділеу көрінген бұтаға қарай ұшып кетті. Кливи қайтадан бұта болуға асықты, бірақ бұл әрекеті сәтсіз аяқталды. Пантера бұған қарай сирағын сермеді. Кливи қашты, жолындағы қасқырға сүрінді, құлады. Кенеттен қаһарлы пантера құлағының түбіне ақырды. Біткен жерім осы болды, өлдім деп ойлады ол. Ол өлік, нағыз өлік. Пантера кілт тоқтап тайсалып қалды. Алдында сасық дене жатыр, өте сасық. Өлгеніне ұзақ уақыт болған сияқты. Оның қаны әбден сарқылып, борсыған етіне енді бірде-бір есі дұрыс жыртқыш жоламайды, қанша аш болса да. Пантера Кливидің бұл ойымен келіскендей болып шегінді. Қасқырлар аштықтан ұлыды, бірақ олар да шегінді. Кливи өзінің шіру мерзімін тағы бірнеше күнге ұзартты. Жыртқыштарға жеуге мүлде жарамайтын, асқазандарына жақпайтын болып көрінуге күш салды. Және бүкіл ойын соған шоғырландырды. Ішінен ешкімге жем ретінде жарамайтындығын білдірді. Және соған өзі де шын ниетімен сенді. Пантера да, қасқырлар да сескеніп, шегінулерін жалғастырды. Кливи өзін ажалдан алып қалды. Ол енді керек болса өмірінің соңына дейін өлік болуға дайын. Кенеттен оның мұрнына шынында да шіріген еттің иісі жетті. Айналасына қарады. Төңірегіне бір алып құс қоныпты. Жер планетасында жұрт оны құзғын деп таниды. Кливи жылап жібере жаздады. Шынымен, оған енді ештеңе көмектеспейді ме? Құзғын теңселе басып жанына келді. Кливи атып тұрып, оны бір тепті. Маңдайына біреуге жем болу жазылса жазылсын, тек құзғынға емес. Күтпестен пантера найзағай жылдамдығымен қайта жетіп келді. Оның алданған түкті жүзі абдырау мен қаһарлы долылыққа толы болып көрінді. Кливи оған темір шоқпарын сермеді. Айналасында өкінішке орай өрмелеп шығып кететін бірде-бір ағаш болмады. Ататын тапанша да жоқ. Әттең, ең болмаса таяқ басына оралған майлы шүберек. Айтпақшы, оны шырақ дейді ғой. Шырақ. Кливи дереу түсінді. Міне, жағдайдан шығудың жолы осы. Амал табылды. Ол енді от жалыны болып, жауларына аямастан шарпитын ниетін жасырмады. Артқа жорғалаған пантераның аянышты шыңқылы естілді. Кливи айналадағы бұталар мен құрғақ шөптерді қамтып, жан-жаққа шұғыл тарай бастады. Жыртқыштардың бәрі дереу атыла қашты. Жануарлық түйсік бүкіл жаратылысқа тән. Соның ішінде оттан сақтану түйсігі. Ол қалай осы ақиқатты ұмытып кете жаздаған. Енді қазір Кливи бұл әлемде бұрын соңды болмаған ең алапат өрт болады. Кенеттен көтерілген самал жел оның отын бүкіл таулы аймаққа таратты. Бұталардың арасынан ытқып қашқан ақ тиіндердің саны жоқ сияқты болып көрінді. Неше түрлі құстардың үйірлері әуеге самғап ұшып жатты. Пантера мен қасқырлардың ойлары да тек өрттен, яғни Кливиден қашып құтылу болды. Кливи өзінің нағыз телепатқа айдалғанын түсінді. Көзін тас қылып жұмса да, ол төңірегінде не болып жатқанын анық көрді. Физикалық мағынасында. Оның отының тоқтамас шабуылы, гуілдеген жалыны жергілікті фаунаның үрейін туғызды. Осылай болуы керек. Ол қашқандардың қорқыныштарын айқын сезінді. Адам баласы өзінің тапқырлығының, кез келген жағдайға бейімделушілік қасиеттерінің арқасында табиғаттың патшасы атанып жүрген жоқ па? Иә, ол осы сәтте өзінің ептілігіне қатты таңданды. Тіпті қуанышы қойнына сыймай, оны асқақтаған көңілге бөледі. Жүгіртті. 3 мильдей қашықтықта ағып жатқан жіңішке бұлақтан шегірткедей қарғып өтті. Жолшыбай бір топ бұталарды жандырды. Лапылдаған от жалынның айналасына аямай шапшытты. Күтпестен бір тамшы суды сезінді. От одан азайған жоқ, бірақ әлгі денеге тиген тамшы су біртіндеп 15-500 тамшыға айналды. Ақырында Кливидің өзі, төңірегіндегі шөп, бұталар судың астында қалды.
Ол өше бастады. Оған бұл әділдікке жатпайды деген ой келді. Барлық ережелер бойынша ол ұтуы керек еді. Ол бөтен планетада сол планетаның шарттарына сай шайқасты. Жеңді. Сонда осы жеңісін қайдағы бір оқыстан пайда болған су апаты оп-оңай тартып алғаны ма? Жануарлар ақырындап қайта бастады. Жаңбыр шелектеп құйып кетті. Оттың соңғы жалыны өшті. Байғұс Кливи күрсініп жіберді. Есінен танып қалды. Өте жақсы жұмыс. Сен сәлемдемелерді соңына дейін сақтадың. Бұл жақсы пошташының белгісі. Мүмкін сені медальмен марапаттауға ұсыныс жасаған дұрыс шығар. Кливи көзін ашты. Үстінде кеудесін мақтаныш кернегендей күлімсіреп пошта меңгерушісі тұр екен. Кереуетте жатып, Кливи жұлдыз ұшақтың иілген темір қабырғаларын көрді. Ол құтқарушы кеменің ішінде жатқанын түсінді. Не болды? Деп қырылдады ол. Біз уақытында келдік, деді пошта меңгерушісі. Сенің әзірше қозғалмағаның дұрыс. Сәл кідірсек кеш болар еді. Кливи кеменің жоғары қарай самғай бастағанын сезді. 3М22 планетасымен қоштасу сәті келді. Теңселе басып, ол бақылау терезесіне жақындады. Төменде жасыл түсті планетаның беті қалқып бара жатқандай болып көрінді. Сен ажал аузында едің, деп пошта меңгерушісі Кливидің қасына келді де төменге қарады. Біз ылғалдандыру жүйесін дер кезінде қосып үлгердік. Сен бұрын соңды көрмеген алапат өрттің дәл ортасында тұрдың. Төмендегі мінсіз жасыл кілемнен көзін айырмай тұрған пошта меңгерушісі кенеттен бір нәрсеге күмәнданғандай болды. Күмәнін терезеден бұрылып Кливиге қараған кезінде байқатып қойды. Осы сәтте оның бет әлпеті әлгі алданып қалған пантераның жүзіндей болып көрінді. Тоқта, ал неге сенің денеңде бірде-бір күйіктің орны жоқ? Соңы.